Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ba'd. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelет жеті мүшеге сәжде қылу парыз дейді. Ясжуду лисабата аъда. Жеті мүшеге сәжде қылу ол міндет. Екі аяққа, екі тізе, екі қол, маңдайға деп келеді. Енді имам Абу Ханифа рахимахуллах мазхабында екі аяққа тағы маңдайға сәжде қылу парыз, екі тізе мен екі қолды оны сүннет біледі. Мұрынға сәжде қылуды уәжіп біледі. Яғни маңдайға сәжде қылып, мұрынға сәжде қылмаса, ол макрух тахрими. Бірақ егер мұрынға сәжде қылып, маңдайға сәжде қылмайтын болса, ол дұрыс болмайды. Себебі парызы тәрк болған болады. Тек мұрынның өзіне сәжде қылып, маңдайды тигізбесе, ол болмайды. Енді екі аяққа айттық қой, екі аяқ сәжде қылу парыз. Енді тахтауи алал марақи фалахта бұны былай деп түсіндіреді. Егер аяқтың тек бармақтардың үшін қоятын болса, ол дұрыс болмайды. Себебі аяққа сәжде қылу, бармаққа сәжде қылу деген жоқ дейді. Онда аяққа сәжде қылу дейтін былай болады, аяқты іш жағына қайырып сәжде қылу керек деп айтады. Егер арқа жағына қайыратын болса, ол макрух болады, іш жағына қайыру ол аяққа сәжде қылу болады. Егер бармақтың ішінен тұратын болса, ол дұрыс болмайды, ол парызы тәрк болады, ол сәжде дұрыс болмайды деп жатыр. Енді валау исбаан уахида, яғни егер бір бармаққа да сәжде қылса, ол дұрыс болады. Яғни бір аяқтың бармағы былай іш жағына қайырылып тұрып сәжде қылса да, ол сәждесі болады, бірақ макрух тахрими. Себебі барлығына сәжде қылу ол арыз болып саналады. Енді жаңа айтылған көп адамдар оған уаннасу анху ғафилун деп келтіреді. Адамдар одан хабар жоқ, ғафил. Яғни бармақтардың үшіне сәжде қылады, немесе былай сырт жағына қайырып қояды. Негізі іш жағына қайырып сәжде қылу ол фарыз болып саналады. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.